Баршаңызға сәлем. Сіздерді өзімнің каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі видеода мен сіздермен тырнақ зеңінен, яғни тырнақтағы грибоктан құтылатын бір әдіспен бөлісетін боламын. Бұл әдіс үй жағдайында өте қолжетімді, әрі ешқандай қымбат дәрілерсіз табиғи жолмен жасалатын бір әдіс. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл әдіс үшін бізге тек қана пияз керек болады. Жалпы пияздың табиғи антибиотик екенін баршамыз білеміз. Жалпы инфекцияларды өте мықты жояды. Духовканы 200 градусқа қойып, пиязды осылай жатқызып қоямыз. Шамамен 20 минуттан кейін осылай өзінің сөлін бөліп бастайды. Бұл дегеніміз пияз қолдануға дайын болды деген сөз. Духовкадан алып шыққаннан кейін, қай саусағыңызда грибок бар болатын болса, дәл сол саусағыңыз сиятындай қылып, пияздың бас жағынан оятын боламыз. Пияздың температурасы жылы болу керек. Енді осы пиязымызды грибок бар саусаққа кигізетін боламыз. Пиязды мықтылап саусаққа орнатқаннан кейін сыртынан салафанмен орайтын боламыз. Және сыртынан шұлық киеміз. Бұл пияздан жасалған компрессті түні бойға қалтырамыз. Түні бойы осы пияз сіздің тырнағыңыздағы грибокты өзіне қарай соратын болады. Бұл әдісті тырнағыңыз түскенге дейін, түсіп жаңарғанға дейін күнделікті жасайтын боласыз. Бұл әдіс міндетті түрде сізге көмектесетініне күмәніңіз болмасын. Көп жағдайда адамдар өте қымбат кремдер алып, қолданып көріп, бірақ та ешқандай нәтиже жоқ болып жатқанын айтады. Олай болуының бірден бір себебі кейбір мәселелердің ұстанылмауы болып табылады. Мысалы, сіз тырнақ зеңін емдеп жүрген кезде міндетті түрде зеңнен диета ұстау керексіз. Яғни, сіз қанша қымбат крем қолдансаңыз да, қымбат заттар қолдансаңыз да, бірақ та ішімдік ішетін болсаңыз, газдалған сусындар ішетін болсаңыз, ем іске жарамайды. Яғни, бұл заттардан толықтай бас тарту керек деген сөз емес. Бірақ емделу барысында бұл заттардан бас тартуыңыз керек. Екіншісі, біздің шұлықтарымызды, яғни носкиді қайнату жолымен жууды ұсынамын. Өйткені кір жуғыш машинаның ыстықтығын қаншалықты жоғары дәрежеге қойсаңыз да, бірақ қайнатумен екеуі тең келмейді. Және де бұл аяққа пиязды қолданардың алдында міндетті түрде содамен ванночка жасап аяғыңызды жібітіп алғаныңыз дұрыс болады. Яғни басынан аяқ айта кететін болсақ, бірінші аяғыңызды содалы ваннаға салып жылтып аласыз. Одан кейін түні бойы аяғыңызды осылай пиязбен қымтап жауып қоясыз. Зеңге қарсы диета ұстайтын болсаңыз, шұлықтарыңызды қайнату жолымен жуатын болсаңыз, бүкіл тырнақ алғыш қайшыларға дейін дезинфекция жасайтын болсаңыз, аяқ киіміне дейін оларға арналған жаңағы грибокқа қарсы спрейлер бар. Соның бәрін комплексті түрде қолданатын болсаңыз, қысқа бір мерзімде өте керемет нәтижелерге жетесіз. Егер де сіз басқа да бір әдістер білетін болсаңыз, сізге бір өтініш комментарийға сол әдістерді жаза кетіңіздер. Осындай пайдалы қазақша каналдың дамуына үлес қосқыңыз келсе, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелу арқылы қолдап кетсеңіздер болады. Ал мен сіздермен келесі пайдалы видеода кездескенше қоштасамын. Қош, сау болыңыздар.